Ассаламуалейкум баршаңызға. Бүгін біздің YouTube арнамызда трейдинг саласын үйренуге байланысты базалық сабағымыздың кезекті бөлімі 21-ші сабақ. Өткен сабақтар естеріңізде болса, біз нөлден бастап трейдинг саласын сіздермен бастап үйреніп бастаған болатынбыз. Яғни бүкіл базадан бастап пошаговый келе жатырмыз. Енді бүгін 21-ші сабақ өте маңызды сабақтардың бірі болып табылады. Жалпы осы трейдинг арқылы үлкен табыс табу үшін не керек, осы тақырыпты сіздерге бүгін қозғайтын боламыз. Бұл сабақта сіздер жалпы трейдинг саласындағы негізгі білу керек жолдарын сіздерге толығымен айтып өтетін боламын. Сабаққа қош келдіңіздер. Ал егерде бұл сабақты басынан бастап көрмеген болсаңыз, онда сіздерге сабақтарды басынан бастап көріп шығу ұсынылады. Себебі біз өзімнің методикамен нөлден бастап осы трейдинг саласын бастап сіздерге үйретіп бастаған болатынмын. Барынша қарапайым тілде алып кете алатындай деңгейде сіздерге үйреткен болатынмын. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы трейдинг арқылы үлкен табыс табу үшін не керек, сол жайлы айтатын боламыз. Жалпы мені танымайтын жандар үшін өзімді таныстырып өтейін, өйткені бұл жалпы YouTube арнама бірінші рет келіп жатқандар, мені бұрыннан білетіндер жандар бар. Сол себепті танымайтын адамдар көп деп ойлаймын. Сондықтан мен өзімді таныстырып өтейін. Жалпы мен кіммін, өзім жайлы толығырақ қысқаша айтып өтейін. Жалпы мен өзім трейдермін. Осы 5 жылдық тәжірибем бар. 2019 жылдан бастап осы саладан трейдинг, инвестиция, акция саласынан бастап дәл қазіргі сәтте деген активно айналысу үстіндемін. Уже 5 жылдық тәжірибем бар. Және де осы уақытқа дейін 1000-нан астам шәкірт дайындадым. 5 күнде жалпы өзімнің жеткен, осы трейдинг саласына жеткен нәтижелермен бөлісетін болсам, 5 күнде 20 миллиондық көлікті алған болатпын. Негізінде 10 күнге жоспарлап осы трейдингтен челлендж жасағам. Соның 5-ші күнінде уже 20 миллиондық көлікті трейдинг саласына, әрине бірінші Алланың, екінші трейдинг саласының себепшілігімен, Алланың қалауымен 5 күн ішінде осы 20 миллиондық көлікті алуға Алла нәсіп еткен болатын. Одан кейін ең үлкен табысым, бір күнде рекорд қойған болатынмын. Бір күнде 6.300.000 теңге тапқан табысым. Оның барлығы тарихта былайша айтқанда жазылып қалған өзімнің рекордтарымның бірі. Әрине одан кейін де неше түрлі болды, бірақ официально Инстаграмға, әлеуметтік желілерге салынбай қалған болатын. Бірақ та салынған ең нақты менің үлкен табысым бір күнде 6.300.000 теңге болған болатын. Әрине бұл менің үшін өте үлкен. Енді біреуге бұл аз болып көрінуі мүмкін, әрине, бірақ Қазақстанның деңгейінде бұл нәтиже өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені 6.300.000 ол дейтін мысал ретінде, тіпті айлықпен санайтын болсақ, айына 200.000 табатын адам үшін бұл дейтін шамамен бір 2-3 жылдық табыс деп санауға болады. Оны Алланың қалауымен бір күнде осы трейдинг саласы арқылы табуға Алла нәсіп еткен екен. Ал ең үлкен, әрине, бізде бір сделкадан тапқан табыс 5.000, 10.000 кейбір моменттер болған, тіпті $15.000 дейін бір сделкадан тапқан. Әрине олар жаңағы мен өзім жалпы біраз уақыт демалып жүрген кезде жасалған сделкалар болған. Олар Инстаграмға, жаңа әлеуметтік желілерге салынбай қалған. Жалпы нақты официальны түрде айта аламын, бір сделкадан $5.000-10.000 шамасында үлкен сделкалар болған болатын. Жалпы өзім жайлы ақпарат осы 5 жылдық ішінде жеткен нәтижелер, нақты ауыз толтырып айтарлықтай нәтижелер осы. Әрине біз күнде саудадамыз, күнде сделкалар жасаймыз. Әрине әртүрлі ситуациялар болады, әртүрлі қиын сәттен шығып кететін кездер болады деген сияқты осы уақытқа дейін тоқтамай жасап келе жатырмын. Жалпы ауыз толтырып айтатындай осындай жетістіктеріміз бар Алланың қалауымен. Енді өзімнің миссияма көшейін. Жалпы білесіздер, жалпы бұл Қазақстанда бұл сала келгеніне өз көпте болған жоқ. Осы мен бастаған жылы, шын айту керек, енді біреулер шығуы мүмкін, ой, ол бұрыннан бар, анау. Мен бастаған кезде жалпы қазақ тілінде ешкім жоқ болатын. Мен бастаған кезде қазақ тілінде міне деп айтатын ешкім жоқ болған. Мен бастадым, YouTube каналға алғашқы видеоларымды салып бастадым. Содан бастап қызығушылық білдіргендер көп бола бастады. Одан кейін бастап уже Қазақстанға кіре берді, көп болған жоқ. Осы бір 4-5 жылдықта нақты қазақ тілінде дамыған осы
сол кезден бастап бастаған болатынмын. Енді жалпы мендегі миссия қандай? Жалпы трейдинг саласы білесіздер, шетелдегі жаңағы америкалық компаниялардың акцияларымен, шетелдегі биржалармен жұмыс жасау арқылы доллармен табыс табамыз. Енді бірінші кезекте сіз ешқандай жерден қара жұмыс жасап жатқан жоқсыз, бір жерде біреудің жаңағы бұйрығымен, біреудің қол астында істеп жатқан жоқсыз. Жалпы шетелден, яғни Қазақстан өз ішінен емес, шетелден табыс алып келе аласыз. Енді мендегі миссия трейдингпен елімізге табыс алып келу, халықтың жағдайын жақсаруына себепкер болу. Ол қалай? Әрине, бұл салада егер тәжірибеңізді жинап, біліміңізді алып, дисциплинамен бүкіл алгоритмді сақтап, четко жасайтын болсаңыз, онда сіз тұрақты түрде табыс алып келе аласыз. Ол қалай? Шетелден алып келесіз. Ал шетелден алып келе алатын болсақ, мысал ретінде бір адам, былайша айтқан кезде 100 адам дейікші, 100 мықты трейдер болсын. Сол 100 мықты трейдер жылына алайық, шамамен $1 миллион 10 миллион аралығында табыс алып келе алсын деп есептейік те Қазақстанға. Енді ол дейтін, енді Қазақстан экономикасы үшін титтей де болсын бір жаңағы неге оның экономиканың өсуіне әсерін тигізеді деп ойлаймын. Неге? Өйткені білесіздер, біздегі ашығын айту керек, көп ақшаның бәрі сыртта, барлығы сыртқа құйылып жатыр. Ал Қазақстанның өз ішінде ішкі өнімі дұрыс болмағандықтан ақша шығарыла береді. Не істейді? Сырттан ақша кірмейді, наоборот, іштен ақша шыға береді сыртқа. Содан және де ішкі өнім, сырттан келетін ақша аз болғандықтан, жалпы теңгені амал жоқ шығару керек болады жетіспегендіктен. Сол арқылы не пайда болады? Инфляция пайда болады. Инфляцияның кесірінен халықта қымбатшылық, жалпы мемлекетте қымбатшылық болады, және халықта ақша жетіспеушілік пайда болады. Енді осы нәрсенің уақыт өте келе жойылуы, енді бірден тигізе алмасақ та, негізгі миссия шетелден ақша алып келіп, осы еліміздің халықтың жағдайын жақсаруына бір себепкер болу. Жалпы миссия мендегі осындай. Бұл деген қарай, сіз де ақша табасыз, мен де ақша табам. Бүкіл халық, көп адам, көп трейдерлар ақша алып келетін болса, мемлекеттің өсуіне, дамуына, экономикасының өсуіне әсерін тигізе аламыз деген ойдамын. Так, жақсы, ондеше түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сабағымызды бастайық. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сабағымызды. Алдыңғы сабақтарға шолып өтетін болсақ, алдыңғы бос уақытқа дейін сіздерге елдер 200-300 мыңға, тіпті 500 мыңға сатып жүрген білімді, базалық білімді сіздерге 20 сабақ бойы сіздерге үйреткен болатынбыз. Не үйрендіңіздер ол сабақтан? Жалпы трейдинг деген не, биржа қалай жұмыс жасайды, нарық қалай жұмыс жасайды, және де лонг-шорт позициялар қандай, яғни трейдингте қалай біз табыс табамыз, және де оны анализ жасау үшін керекті базовый ақпараттар, жаңағы свечалар, майшамдар, одан кейін қандай анализге керекті уровеньдар, таймфреймдермен қалай жұмыс жасаймыз, және де брокерлік шотпен қалай жұмыс жасаймыз, трейдинг био сайтын қалай қолданамыз, платформамен қалай жұмыс жасаймыз, және демо шотпен қалай сауда жасаймыз, сол көрсетілген болатын. Және де жаңадан мысалға өзінің финансовый жаңағы возможностін көбейту үшін, яғни өзінің қаржылай жағдайы енді үлкен суммамен жасауға келмейтіндіктен азғантай суммамен жоғары табыс табуға бола алатын проп компаниялар жайлы толығымен айтып, қалай ашу керек, қалай сатып алу керек, қалай тесттен өту керек, қалай жаңағы сделканы ашып жабу керек, барлығы көрсетілген болатын. Және де плюс қарапайым сіздерге берілетін анализдер, қарапайым стратегиялар берілген болатын. Енді осы сабақтардың барлығы сіздерге қандай нәтиже алып келеді? Нәтижесінде сіз трейдингте базалық біліміңіз бар. Яғни сіз нақты айта аласыз, сыналарын барлығын қайта көріп, өзіңізге құйып, практика жасап бастап кететін болсаңыз, онда сіз айта аласыз, нәтижесінде мен трейдингте базалық білім бар деп айта аласыз. Неге? Өйткені бұл кішкентай ғана базалық білім. Бұны адамдар қазір мен айттым, мен бастаған кезде ешкім жоқ деп, ал қазір көбейіп кетті. Бір-екі курс оқып алады да, курс сатып кететіндер бар. Оның өзінде нені үйретеді? Базалық білімдерді үйретеді. Енді оларды мен сіздерге, сіздердің нәтиже шығаруларыңыз үшін, сіздердің трейдингте базалық сауаттарыңыз болу үшін, соны сіздерге тегін осы 20 сабақ бойы салып келген болатын. Көрмеген болсаңыз, тағы да қайталап көріп шықсаңыз болады. Нәтижесінде сіз базалық біліміңіз бар, сделка ашып жаба аласыз. Тіпті брокермен де қалай жұмыс жасау керек, демо шотпен де қалай жұмыс жасау керек, соның тіпті проп компаниямен қалай жұмыс жасау керек, соның барлығы көрсетілген болатын. Және де анализ, қарапайым анализ жасауды, сауда жасауды білесіз. Алғашқы табысқа әрекет уже жасай аласыз. Неге? Өйткені сізде базалық білім бар,
сделка ашып жауды білесіз, қарапайым жұмыс жасап тұрған биржа 1800 жылдан бері қалыптасқан болса, содан бері жұмыс жасап келе жатқан уровеньдармен жұмыс жасау арқылы қарапайым сіз алғашқы табысыңызды тауып кете алатындай нәтижені бере алдым деп ойлаймын. Өйткені осы білімдердің барлығын көру арқылы сіз уже алғашқы табысыңызға әрекет жасай аласыз. Енді салыстырайық. Салыстыратын болсақ, сіз былайша айтқан кезде трейдинг саласында бұл үлкен күніне 6,5 триллион доллар айналатын биржада сіз өзіңіздің алғашқы әліппеңізді үйрендіңіз деп айтуға болады. Яғни бұл салаға сіз өзіңіздің алғашқы қадамыңызды жасадыңыз, әліппесін үйрендіңіз. Біз де мектепке барған кезде бірден оқып кетпейміз, неден бастаймыз? Алфавиттен бастаймыз, әліппеден бастаймыз. Сіз уже алғашқы әліппесін білесіз. Енді, яғни сіз трейдингке қатысты бастаушы білімді алып болдыңыз деп айтуға болады. Және де трейдинг ілімі қандай әріптен тұратынын білдіңіз. Неден тұратыны, қалай жұмыс жасайды, жалпы трейдинг қалай жасалады, қандай тауарлармен жасалады, қалай жасалады, барлығы сіздерге мәлім. Енді сізге осы әріптерден сөз құрап сөйлеуді үйрену керек та уже. Яғни әріптерді білесіз, уже сөздерді үйреніп алдыңыз, енді сізге ары қарай оны дамыту керек. Ол үшін тереңдетілген білімдер алып, көбірек практика жасап, нақты табыс алып келетін әрекеттер жасауыңыз қажет. Ол әрине мына базалық білімдермен сіз не істейсіз? Уже трейдингтегі алғашқы қадамыңызды жасайсыз. Яғни былай мысалы келтірейін сіздерге. Базалық білім арқылы трейдингте осылай аздаған ақша тапсаңыз болады. Яғни қармағын салып қойып, қарап отқан, күтіп отқан балықшы сияқты аз-аздан тапсаңыз болады. Ал енді немесе тереңдетілген білім алып, мықты стратегиялармен жұмыс жасап тұрған, үлкен стратегиялармен үлкен табыстар тапсаңыз болады. Нақты тәжірибемен, нақты практикамен, нақты үлкен стратегиялармен үлкен табыстар, тереңдетілген білім арқылы үлкен табыстар тапсаңыз болады. Қандай? Мінекей сіздерге мысал келтіріп қойдым. Көбірек үлкен табыс табуға мүмкіншілік ашылады уже. Енді трейдингте үлкен табысқа жету үшін сізге не керек? Базалық және тереңдетілген білім керек. Базалық бар уже, бірақ базалықтың өзінде де айтылмай қалған қаншама ақпараттар жатыр. Плюс оның үстіне қараңыз, базалықта қаншама ақпарат айтылды, еще айтылмай қалған қаншама. Одан кейін еще тағы не бар? Тағы тереңдетілген, одан сайын. Былай айтады ғой, білім инемен құдық қазғандай. Дәл сол бұл жерде де өте ары қарай білу керек білімдер толып жатыр да. Сізге не істеу керек? Бірінші базалық және тереңдетілген білім керек, көп практика керек. Әрине сізде залға бара салып, мысалға штанганы көтере салмайсыз ғой, үлкен. Сіз не істейсіз? Аз-аздан бастайсыз, практика жасайсыз, көп жаттығу жасайсыз, сосын барып не болады? Үлкен жаңағы ауыр штангаларды көтере аласыз, сөйтіп жетістікке жетесіз деген сияқты. Дәл сол бұл жерде де өте көп практика керек. Енді үшінші теханализ, бұл база. Теханализ бұл жалпы бұл трейдинг саласы қалыптасқаннан бері келе жатқан анализдің түрі. Жалпы одан кейін қалыптасқан ICT, Smart Money стратегиялары қазіргі кезде заманауи жұмыс жасап тұрған, дәл қазіргі сәтте өте ауқымды, өте нарықты түсінуге болатын стратегиялардың бірі, бірақ та бұның негізі теханализге жатады. Осы үш негізгі дәл қазіргі сәтте керемет стратегияларды үйрену керексіз. Плюс дисциплина қалыптастыру керек. Әрине жалпы бұл салада тұрақтылық өте маңызды. Тұрақты болған сайын сіздің табысыңыз артады. Қалай тұрақсыз боласыз? Жоқ, ондай нәтиже болмайды. Плюс психология қалыптастыруыңыз керек, және трейдерлар ортасы керек. Әрине сізді бастап жүретін ұстаз керек болады. Енді қазіргі таңда сіздерде осы тізімнен не ғана бар? Сіздерде тек базалық білім ғана бар. Базалық білім ғана бар, ал мыналардың ешқайсысы жоқ деп айтуға болады. Ал енді қараңыз, мынамен бастап кетесіз, ал мыналармен ары қарай тұрақты табысқа жетесіз деп айтуға болады. Қазіргі таңда сізде не ғана бар? Базалық білім ғана бар. Енді мен сіздерге трейдингте үлкен табысқа жету үшін керекті нәрсенің барлығын бере аламын деп ойлаймын. Өйткені осы уақытқа дейін өте көп тәжірибеден өттім, қателіктер жасадым, жетістіктерге жеттім.
былайша айтқан кезде өту керек периодтарды өттім, әлі де өтіп жатырмын, әлі де үнемі саудадамын, үнемі практикадамын, үнемі тәжірибе жинап жатырмын да 5 жыл бойы мысал ретінде. Енді осы уақытқа дейін өзімнің жеткен жетістіктеріммен, қателіктеріммен, тәжірибелеріммен, бүкіл сабақтарыммен, бүкіл жаңағы жинаған опытыммен барлығын сіздерге бере аламын. Біріншіден, тереңдетілген білім беру үшін не беріледі сіздерге? Жалпы бұл салада сіздерге ары қарай алып кету үшін сіздерге не бере аламын, соны айтып өтейін. Біріншіден, тереңдетілген білім беру үшін сіздерге арнайы платформада 120-ға жуық видео сабақтар. Оны сіздерге дәл қазір көрсетіп өтейін. Мінекей бізде Ризық Академия, Ризық деген сайтымыз бар, өзіміздің академиямыздың сайты. Сол жерде, сол платформамызда бізде көптеген сабақтар бар. Соны мысалға келтіріп өтейік. Сіздерге бірінші берілетін трейдинг сабағы 120-ға жуық сабақ беріледі. Трейдинг саласында, инвестиция саласында және де қаржылай сауаттылық саласында мынандай сабақтар берілетін болады. 120-ға жуық видео сабақтар. Трейдингқа кіретін болсақ, мінекей біз трейдинг бастамасы бұрын керекті мінекей нұсқаулық, жетістікке келетін мышление, зиянды әдеттер, сынып қалмау туралы және де менің ұстанатын ұстанымдар туралы, және де әрине базалық білім толықтырылған. Мінекей сіздер өтіп өткен базалық білімдер плюс үстіне қосылған ақпараттар бар. Мінекей бұның өзінде, базалық білімнің өзінде 31 сабақ. Еще бізде не бар? Полный, жаңағы брокермен жұмыс жасау, брокерді счет ашу. Енді ол оңай, бірақ та көп адам осыдан қиналып қалып жатады. Сондай қиындықтар болмас үшін, тіпті соларға дейін біз базалық білімге қостық. Счет ашу, ақша салу, ақша шығару, соның барлығы проб компанияны ашу, жабу, жаңағы ақша шығару, соның барлығы қосылған. Плюс мынандай, мына жерде бүкіл базалық білімдер тұр. Индикаторлармен жұмыс жасау, жаңағы уровеньдармен жұмыс жасау, плюс жаңағы ATR, GAP деген нәрселер бар бізде. Одан кейін проб компаниялармен жұмыс жасау, одан кейін акциямен қалай жұмыс жасау керек, практикалық сабақтар бар, плюс осы базалық білімнің өзінде де сіз алғашқы қадамыңызды бастап жасап кете алатындай сабақтардың барлығы осында тұр. Енді одан кейін бізде Smart Money стратегиясы. Smart Money ICT негізі, былайша айтқан кезде негізгі түбірі бір деп айтуға болады. Smart Money базалық білімдері, тренд туралы, структура қалай жұмыс жасайды, ликвидность қалай жұмыс жасайды, ордер блок қалай жұмыс жасайды, баланс қалай жұмыс жасайды, және осы түйген базалық Smart Money-дегі сабақтарды сіздерге арнайы 3 сабақпен практикалық түрде қалай қолдану керек. Міне, мынаны былай істейміз, мынаны былай қоямыз, мынау былай жұмыс жасайды. Солған байланысты 3 практикалық сабақ қосып қойдық. Осы Smart Money базалық сабақтың өзіне. Одан кейін жоғары деңгейге кетеді. Жоғары деңгейде бізде плюс Smart Money білу керек OTE зоналар, order flow, fractals, setup, сессиялармен жұмыс жасау, silver bullet стратегиясы, top down, анализ, контекст, Fibonacci, және жаңалықтармен жұмыс жасау, жаңалықтар қалай анықтаймыз, және жаңалық кезінде қалай сауда жасаймыз, соған байланысты фишкалар білінетін болады, және де кіру нүктелерін қалай анықтаймыз. Және осы полный, осы жоғары деңгейдің өзіне тағы да 3 практикалық сабақ арнап қойдым. Ол арқылы сіз не істейсіз, мына жердегі өтілген бүкіл барлығын қолдана отырып практикалық, міне мынандай нәрсе, мынаны былай сызамыз, мынаны былай қолданамыз деп практикалық түрде сіздің полный неңіз қойылып беретін болады. Жаңағы анализіңіз қалай жасалу керек, барлығы практикалық түрде қойылатын болады. Одан кейін бізде мінекей практикалық сабақ. 5-ші модуль бізде практикалық сабақ. Бірінші 6 ереже. Жалпы осы 6 ережені ұстану арқылы сіз бұл жердегі дисциплинаңызды, өзіңіздің жасамау керек қателіктеріңізді осы 6 ереже арқылы түсінесіздер. Одан кейін алгоритм беріледі. Полный алгоритм қалай? Мысалға сіз өміріңіз алгоритмнен тұрады. Таңертең тұрасыз, туалетке барасыз, жуынасыз, тамақ жейсіз, жұмысқа барасыз. Дәл солай бұл жерде де. Сіз осы алгоритмді қолданатын болсаңыз, сізде не болады? Минус аз болады, плюс дисциплина қалыптасады, сол арқылы сіздің депозитіңіз өседі. Одан кейін журналмен жұмыс жасау. Журнал трейдерлерге өте маңызды, өйткені сіз қателіктеріңізді, жасаған сделкаларыңызды және де не только қателік, жақсы жасаған сделкаларыңызды қалыптастыра отырып, өзіңіздің бір собственный жеке неңізді, стратегияңызды қалыптастыра аласыз. Одан кейін $1 миллион табу ережесі, бұл өте керемет, сіздерге ұнайды деген сенімдемін, өте керемет ереже. Бұл арқылы жалпы бұл салада былайша айтқан кезде сіздің болашақ қаржылай еркіндік болуыңызға қойылатын ереже.
осы арқылы сіз бұл салада үлкен жетістікке жетуге үлкен мақсат қою арқылы осы ережемен жасайтын болсаңыз, алла қаласа, дәл қазір бастамаса, дәл қазір ойлануыңыз мүмкін да, мысал ретінде. Ал уже біраз жыл өтіп кеткеннен кейін елдер жетіп қойған кезде сіз уже өкініп қалуыңыз мүмкін да. Неге? Өйткені сіз ештеңе жасамасаңыз да өтетін уақыт сол уақыт, соны бастамасаңыз да, жасамасаңыз да, мән бермесеңіз де өтетін уақыт сол уақыт, мысалға да. Ал жасап, хотя бы азыздан жасаған күннің өзінде де сіз хотя бы бір деңгейге жете алатындай осы ережені сіздерге ұсынғым келіп отыр. Өте керемет сабақ, өйткені өзіме де мотивация беретін, өзіме де жаңағы үлкен шабыттандыратын, және де адамдардың да ризалығын ала алатындай осы жаңағы ережені сіздерге керемет ұсынғым келіп отыр. Осыны ұстанып жасайтын болсаңыз, онда алла қаласа үлкен нәтижеге жете аласыз деп ойлаймын. Плюс жәнегі қараңыз, енді жалпы мышлениеге қатысты сабақтар, базалық сабақтар қанша? Мынада қанша сабақ бар бізде? 5 сабақ. Мынада базалық білімде 31 сабақ, уже қанша? 36 сабақ. Не, базалық сабақта 8 сабақ. Ол деген уже 44 сабақ. Мынада міне 15 сабақ еще жоғары деңгейде. Еще практикада 24 сабақ. Именно практикаға арналған 20 сабақ бар. Бірақ бұл осы жерден тоқтап қалмайды да, именно практикалық сабақ. Біз до конца бұл біздің өніміміз, именно Ризық Академия менің ұсынған өнімнің одан сайын жақсарып, адамдар одан сайын практикамен дамып, ары қарай саудалары жақсарып, бұл саладан үлкен жетістікке жету үшін мен сабақтар қоса берем, практикалық сабақтар қоса берем. Сіз соларды көру арқылы өзіңіз дамыта бересіз. Яғни не только теория, не только жаңағы ережелер, практикалар көп болу үшін. Неге? Өйткені көп адамға практика жетіспейді, қалай жасау керек екенін түсінбейді, және де нарықты түсіне алмайды. Сол үшін өте көп практикалық сабақтар қостым, және плюс қоса беремін. Яғни сіз бір досты болсаңыз, осы сабақтарға ары қарай қосыла берген сайын сіздерде де практикалық сабақтар көбейе береді. Мен ойлаймын, бұндай сабақтарды ешкім беріп жатқан жоқ дәл қазір сәтте нарықтағы эксперттерден. Өйткені көбісінікін қарадым, көбісінікі базалық білім. Ары қарай енді өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар. Одан кейін плюс психология өте маңызды. Бізде психология трейдингте өте маңызды сабақ. Өйткені сіз практика бар, стратегия бар, алгоритм бар, ереже бар, бірақ психология өте маңызды. Неге? Өйткені психологияңыз дұрыс болса, сізде жақсы нәтиже болады. Сол үшін осы психологияға қатысты тұрақты табыстау үшін психологияны қалай басқарамыз, депозит жоғалтпас үшін қандай әрекет жасаймыз, риск менеджмент, лудомания туралы қостым, состояние, және де ескерту сабақ бар, және плюс қорытынды сабақтар. Общий осының бәрін есептеңіздер, осынша сабақтың барлығы беріледі. Енді бұл арқылы сіз уже трейдинг саласын жаңағы меңгеріп, плюс практикасын жасап, үлкен жоғары деңгейге шыға аласыз. Так, инвестиция сабағын, бұда шамамен бір 20 шақты сабақ бар. Және де қаржылай сауаттылық сабақ бар. Осы 2 сабақты ішіндегі ақпараттарын сіздерге полный ақпараттарын тағы да қызығушылық білдірген жандарға толығымен айтылатын болады. Инвестиция сабағында сіз полный акциямен қалай сауда жасау керек, акциямен қалай инвестиция жасау керек, пассивный доходқа қалай шыға аласыз, және де алтын жұмыртқа жүйесіне қалай кіре аламыз. Яғни сіз болашақта түк жұмыс жасамасаңыз да қалай пассивті табыс, яғни компаниялардың акционерлер болу арқылы қалай үлкен табыс, және пассивті табысқа шыға аласыз, сол туралы айтылатын болады. Және де қаржыңызды басқара алмайтын болсаңыз, сізге арнайы қаржылай сауаттылық сабағы қосылады. Қаржыны басқару, бөлу, және де оны қалай инвестицияға арнау керек, сол барлығы осы сабақтар. Шамамен осы 3 сабақты қосқан кезде 120-дан көп сабақтар полный берілетін болады. Және де алдағы уақытта да өте көп практикалық сабақтар барлығы қосыла беретін болады. Тіпті ойлаймын, бірнеше жылда біз дейтін 400-500-ге жуық сабақтарға дейін қосып табуымыз мүмкін. Өйткені әрине адамдар нәтиже шығару үшін, адамдар үлкен жетістікке жете алу үшін, біздің қойған мақсатымыз үшін бұл өте маңызды болып табылады. Енді біріншіден сіздерге айтылды, тереңдетілген білім беру үшін арнайы платформада қандай сабақтар бар, соның барлығын сіздерге көрсетіп өттім. Енді бұндай сабақтардан кейін сізге вообще басқа курсты алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені бүкіл мен байқадым, қарадым,
кезінде ешкім жоқ деп айттым ғой. Дәл қазіргі сәтте базалық білімді 200, 300, 400, 500 мың оқытып жатыр. Инвестицияның өзін 200, 300 мың оқытып жатыр. Қаржылай сауаттылықтың өзін мысалы 50 мың, 100 мың оқытып жатыр да, мысал ретінде. Енді мен полный комбо қылдым да сіздерге берім келіп отыр да. Бұлдан кейін сізге ешқандай басқа видео сабақ, курстар алудың қажеті жоқ, өйткені ішінде бәрі бар, ішінде бәрін көру арқылы сіз бұл саланы тіпті жаңағы оқи алмадым, уақытым болмадым деп көрген күннің өзінде де сіз бұл саладан бастап уже белгілі бір білім алып кете алатындай, тіпті хотя бы бір нәрсе алып жаңағыдай бастап кете алатындай деңгейдегі сабақтар, ал ары қарай шынайы ниетпен жасаймын дегендер үшін полный мүмкіншіліктің барлығын жасап қойдық. Екіншіден, көп практика жасау үшін арнайы кері байланыс береміз, барлық сұрақтарға жауап беріп көмектесетін менторларыңыз болады. Яғни бүкіл видео сабақтарда доступыңыз бар, одан кейін оларды көріп қана қоймайсыз, сізге көмектесетін арнайы менторларыңыз болады. Яғни сіз алдыңызда бір 10-20 сабақ көрдіңіз, сұрағыңыз бола ма, менторға шығасыз, ментор сізге жауап береді, тіпті сізге сабақ өтерді, арнайы сабақ өтіп бере алады. Плюс сұрақтарыңыз болса 24/7 барынша, енді әрине түнде ұйықтайды адам, барынша қанша сұрағыңыз бар, соған жауап беретін көмекшілеріңіз, менторларыңыз болады. Сіздерді жетелеп қолдарыңыздан сүйреп жүретін, кез келген сұрағыңызды, кез келген түсінбеген нәрсеңіздің барлығын кері байланыс берілетін болады барлығына, сол арқылы сіз өзіңіздің практикаңызды жасай аласыз. Үшіншіден, не бере аламыз сіздерге? Нарықтағы ең тиімді стратегияларды үйренесіз. Теханализ, ICT, Smart Money. Осы үш стратегия, енді әртүрлі аттар көп, бірақ та негізгі бұл аты маңызды емес бұл жерде. Бұл жерде нақты нарықты түсініп, ішіне кухнясына кіріп сауда жасай алу болып тұр. Төртіншіден, тағы не бере аламыз? Дисциплина қалыптастыру үшін арнайы кітапшалар және трейдерлер журналына ие бола аласыздар. Бұл арқылы сіз дисциплинаңыз, өзіңіздің бұл саладағы тұрақтылығыңызды қалыптастыру арқылы осыларды қолдана отырып, уже успешный трейдер болуыңызға жол ашу үшін осы нәрселерді бере аламыз. Бесіншіден, психологияны қалыптастыру үшін біз психология, мышление бойынша сабақтарды аласыздар. Және көрдіңіздер, барлығын сіздерге детально көрсетіп өткен болатын. Алтыншыдан, трейдерлер ортасында болу үшін арнайы WhatsApp және Discord чаттарында боласыз. Бұл арқылы сіз өзіңіздің ортақ бірге ойлай алатын бұл салада бірге бастап немесе жасап жүрген адамдармен ортақ ұру арқылы тәжірибе алмасып, одан сайын үлкен жетістікке жетуге тағы бір мүмкіншіліктердің біріне ие бола алады екенсіз. Жетіншіден, 5 жылдық тәжірибесі бар, сіздерді көптеген қателіктерден сақтап қалатын ұстаздарыңыз болады. Әрине ол мен. Бұл арқылы сіз менің жасаған қателіктерімді жасамайсыздар. Әрине мен кезінде үйрететін нақты деп бетіп, нақты үлкен жоғары деңгейде үйрете алатын ешкім болмады. Қазақ тілінде ешқандай информация болмады деген сияқты да. Ал дәл қазір бар, тәжірибе бар, опыт бар, сіздерге жетелеп жүре алатын ұстаздарыңыз болады. Бұл арқылы сіздер жасамау керек қателіктерді жасамайсыздар, білу керек тәжірибелерді, былайша айтқан кезде 5 жылдық тәжірибені ала аласыздар. Және де нәтижесінде 6 айдың ішінде трейдинг саласын толық меңгеріп, қалаған табысыңызды тұрақты табылатын шебер трейдер болып шыға аласыз. Дәл қазір сіздерге өзімнің шебер трейдер атты өнімді ұсынғым келіп отыр. Шебер трейдер трейдинг бойынша Қазақстандағы ең ауқымды курс деп айта аламын. Бұдан кейін тіпті бағанағы ақпараттарды көріңіздер ғой. Бұл арқылы бұдан кейін бүкіл комбо, бүкіл тақырыпты қарастырдық, бүкіл білімді қарастырдық. Былайша айтқан кезде бәленбай миллионның білімін сіз алып отырсыз деуге болады. Бұдан кейін басқа курстың қажеті жоқ деп айта аламын. Шебер трейдер жайлы қысқаша бағанағы айтқан ақпараттарды қысқаша бір айтып өтейін. 120 видео сабақ аласыз, 9 модульден тұратын 6 айға дейін қайталап көруге доступ ала аласыз. 2 ай менторларыңызбен және менімен кері байланыс ала аласыз. Тікелей эфирлер болады, Discord чат болады. Discord чат деген ол дейтін, сіз обучениені біткеннен кейін де сізге күнделікті өзімнің саудамен, күнделікті ментор және өзімнің жаңағы күнделікті анализдермен, күнделікті саудамен бірге отырып жасай алатындай мүмкіншіліктер плюс трейдерлер чаты берілетін болады.
Және де біз 3 бағыт бойынша білім береміз: трейдинг, инвестиция, қаржылай сауаттылық. Трейдинг саласында және базалық және тереңдетілген сабақтар, теханализ, ICT, смарт мани стратегиялары, акция, валюта, шикізат, крипталармен жұмыс жасауды, және де трейдингке трейдерлерге қажетті методичкалар мен журналдар беріледі, практикалық сабақтар беріледі, және психология модулі берілетін болады. Ал инвестицияда пассивтік кіріс, инвестиция түрлерімен жұмыс, акцияларға анализ, портфолио жинау, дивиденд алу деген сияқты. Ал қаржылай сауаттылықта кіріс және шығысты анықтау арқылы, активті пассивті білу арқылы ақшаны жоспарлап бөлу, қарызға кірмеу, шығу жолдары, осылар сіздерге осы 3 бағыт берілетін болады. Енді қызығушылық танытқан жандарға бізде 2 түрлі пакет бар: онлайн пакет және де офлайн пакет. Онлайн пакетте бізде арнайы жаңағы сіздерге басынан бері айтып келе жатқан 120 видео сабақ беріледі. 6 айға дейін доступ беріледі. 6 айға дейін және де қайтадан көріп, қайта көріп өзіңіз көре беруге мүмкіншілік беріледі. Ментордан 2 ай кері байланыс беріледі. Ментормен 4 видео сазба, яғни зуммен шығару арқылы тікелей сөйлесіп, сұрағыңызды қойып, кәдімгі бетпе-бет отырғандай мүмкіншілік ала аласыз. Және де менімен 2 рет видео сазбам болады. Яғни бірге отырып сабақтар және де сауда жасай алуға мүмкіншілік болады. Және де Discord чатта 1 айға дейін мүмкіншілік ала аласыз. Ол жерде біз күнделікті эфир өткіземіз, күнделікті сауда жасаймыз, күнделікті жаңағы анализ жасаймыз. Сол арқылы сіз тіпті одан сайын жаңа практикалық сабақтардан бөлек живой түрде тағы да практика қалыптастыра алады екенсіз. Ал енді офлайн пакетте бізде арнайы платформадағы бағанағы онлайнда берілген бүкіл мүмкіншілік беріледі. 20 видео сабақ, 6 айға дейін доступ, және де ментордан және менен 2 ай кері байланыс ала аласыз. Ал офлайн пакет бізде Алматы қаласында болады. 10 күн Алматы қаласында болады. Бастапқы 5 күн бізде теория плюс практика болады. Ал келесі аптасында 5 күн жұмыс күнінде бірге отырып сіздермен офлайн түрде бірге кәдімгідей отырып сауда жасаймыз, кәдімгідей анализ жасаймыз, бірге отырып сауда жасаймыз. Уже алғашқы табысыңызды сол кезде тауып бастап кете аласыз. Онлайн пакетте де және офлайн пакетте де жаңағы бірге отырып сауда жасау арқылы да. Плюс бізде Discord чат 6 айға дейін беріледі офлайн пакетте. Ал онлайн пакетте 1 ай болса, офлайн пакетте 6 айға дейін бізде Discord чат беріледі. Discord чаттың мүмкіндігін бағана айтып өттім да. Және де бітіру кешкі асы немесе түскі асы адамдардың ыңғайына қарай. Сол жерде біз сертификат табыстаймыз, бірге отырып трейдингтен де бөлек жалпы өзіміз араласып жаңағыдай орта құралатындай осындай бір кішігірім кеш ұйымдастырамыз. Және плюс командаға кіру мүмкіншілігі болады офлайн пакетімізде. Яғни осындай 2 пакетіміз бар. Енді қызығушылық білдірген жандар үшін мен төменге YouTube каналдың төменге описание бөліміне WhatsAppқа ссылка қалдырып кететін болам. Соған жазу арқылы тағы да толығырақ ақпарат алып, бағасын білу арқылы, қай пакет ыңғайлы екенін білу арқылы тағы да толығырақ ақпарат біліп, жазылып, өзіңіздің орныңызды алып, бұл салада алғашқы қадамыңызды бастап кете аласыз. Әрине, сізде таңдау бар: өзім жасау или тәжірибені сатып алу деген. Осы уақытқа дейін 20 сабақ бойы сіздерге базалық білімді бердім. Енді ары қарай бұл салада тұрақты нәтижеге жетіп, ары қарай үлкен жетістіктерге жетіп, ешкімге тәуелді болмай, ешкімнің ұрысын естімей, ешкімге жұмысшы болмай, және де үлкен жаңа физически қара жұмыспен немесе шаршататын, жалығатын жұмыс жасамай-ақ, өзіңіздің интернетіңіз, ноутбугыңыз немесе телефоныңыз болса, осы саланы үйрену арқылы шетелден доллармен табыс таба аласыз. Әрине, сізде өзіңіздің таңдауыңызбен тәжірибені, білімді жоғары деңгейдегі барлығын алу арқылы бұл саланы бастап жетістікке жетуіңізге осындай мүмкіншілік бергіміз келіп отыр. Қызығушылық білдірген жандарға жаңа қайталап өтем, описанияға ссылка қалдырып кетем, WhatsAppқа жазып, толық ақпарат алып, өзіңізге қандай пакет ыңғайлы соны біліп, өзіңіз орныңызды ала аласыз. Бүгінгі видео, бүгінгі тақырыбымыз осы. Ұнаған болса, төменге комментарийға тағы да сұрақтарыңыз жазсаңыздар болады. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.